Қаңтардағы қасіретті оқиғаға негізгі себепкер көз бояушылық пен жемқорлық. Түрлі мекемелердің мемлекет түрленіп келе жатыр деген том есебі елді мезетті. Халықтың әл ауқатын жақсартып өсіру үшін министр алатын миллионды, аула сыпырушы алатын 50 мың теңгеге қосып, қақ бөліп, орташа жалақы көрсеткішін шығару еселенді. Бір жылда бірнеше мәрте орташа жалақы өсті деп шапалақтау әдетке айналды. Шенеунік деген пешенесіне қонақ үйдің жайлысы, қазық артаның майлысы, сұлудың сымбаттысы, көліктің қымбатты жазылған жан екен деген ой қалыптасты. Мысалы 2016 жылы жаңа сайланған депутаттарға берілетін пәтерлер дайын болмай, оларды 5 жұлдызды Пекин Палас қонақ үйіне орналасқанда жұрт 3-4 жұлдызды мейрамхананың төсегі жамбастарына жақпай ма деп шу еткен. Сонда жүрегі даулап, сынға қарсы шыққан Гүлжан Қарағұсова болды. Вы хотите, чтобы депутата соответствующего уровня, который является носителем секретов, который является неприкосновенным, есть же такие у нас квартиры уже, где там за койку в час платят. Вот это хотите? Для этого есть деньги в бюджете. Они, как во всех странах, абсолютно ни в одной стране есть определенные требования к уровню проживания людей такого уровня. И ничего здесь страшного нету. Из этого делать то, что вот расходуются деньги и так далее. Ребята, кто как содержится, тот так и работает и должен это делать. Әдемі сөз, шенеунік содержать, яғни бағып қағу жағынан Қазақстан ешкімнен кенде емес. Депутат ханымның сол кездегі сөзі бюджетте бұндай ақша бар, оған неге бас қатырасың дегенге сайып еді. Арада 6 жыл өткенде бюджет түгілі болашақ үшін деген ұлттық қордың бүйірі апандай болып ойылып қалғанын көріп отырмыз. Еліміздегі ең жоғарғы жалақыны бүгінде атқарушы билік өкілдері мен депутаттар алады. Халық қалауларының орташа жалақысы 750 мың теңге. Еңбек өтіліне қарай одан да көп алатындар бар. Одан бөлек тегін баспана, қызметтік көлік және өзге де жеңілдіктермен қамтамасыз етілген. Ал енді біздің депутаттардың есті елдердегі әріптестерінің жұмысына қарайық. Мәселен, Өтебай Швейцарияда парламент депутаттары жыл 12 ай өздерінің негізгі жұмыстарын істеп жүре береді. Қойшы қойын бағат, мұғалім сабақ береді дегендей. Жылына 4 мәрте 3 аптадан бас қосып, өздерінің ел ішінен көріп, естіп келгенін халыққа керек деген дүниелерді талқылайды. Еңбегіне қарай алатын айлықтары 5,5 мың евро. Теңгеге шақсақ 2,5 миллион. Бірақ бұл елдегі өмір сүру деңгейін ескерсек, таңдай қағатындай жалақы емес. Өйткені халықтың орташа жалақысы 5 мың евро. Сонда қатардағы жұмысшы мен депутаттың жалақысы шамалас десек болар. Аса бай елдегі жағдай осылай болғанда, аса кедей Қазақстандағы депутаттар Астанада несіне жатыр деген сұрақ өзінен туады. Жалақыңыз көбейсе қонбайтын адам болдым. Бізде пендеміз, біздің де бала шағамыз бар, біздің де бізге де қажеттілік бар. Конечно, рады. Но у нас объем работы очень, знаете, большой. Порядка где-то, может быть, 300 страниц в день приходится читать что-то. Я думаю, мы заслуживаем этого. Бұл екі азаматта қазір депутат емес, бірақ көп әріптестерінің көкейіндегісін айтып кетті. Тек депутаттарға төленетін еңбек ақы, өзге де шығындарды былай қойғанда сайлаудың өзі қазынаға оңай түсіп жатқан жоқ. Соңғы науқанда ел қазынасынан 15,3 миллиард теңге бөлінген. Оның 7,3 миллиард теңгесі сайлау комиссиясында жұмыс істейтіндерге еңбек ақы ретінде төленіпті. Ал 3,5 миллиард теңге бюллетень шығару мен типографиялық қызметке және ақпараттық жұмыстарға жұмсалған. Карантин кезінде өткендіктен сақтық шаралары деп тағы да 341,4 миллион теңге бөлініпті. Қазақстан қазір осындай қаржыны далаға шашатындай күйде ме? 2021 жылы мемлекетіміздің бюджетіне 10,1 триллион теңге кіріс кіріпті. Ал енді бір ғана премьер-министрдің өзімен маңайындағы қызметкерлердің іс сапарына арналған ұшағына 516 миллион теңгеден аса қаражат шығындалады екен. Айталық, Роман Склярдың Ақтауға барып қайтқанына 25 миллион теңге жұмсалыпты.
Елімізде жалпы министрлер мен әкім қараларда өзге де басқарма, департамент басшылары мен қосшыларын қосқанда 98 мың шенді бар екен. Олардың жалақылары мен жүріс-тұрысын, іс сапарына кететін шығынды есептесек, миллиардтаған қаражат кететінін есептей беріңіз. Статистика комитеті жылдағыдай есеп береді. Мысалы, Қазақстандағы ең төменгі айлықты Жамбыл облысының тұрғындар алады екен. Ондағы орташа жалақы 126 мың теңге. Содан кейін солтүстік Қазақстан облысы 128 мың теңге. Ал ең жоғарғы айлықты алатындардың көшін Атырау облысы бастап тұр. Ол өңірде 325 мың. Өстіп мозаика құрғандай етеді де республиканың орташа жалақысын шығарады. Сөйтіп, сәуір айында Қазақстандағы орташа жалақы 231 мың 319 теңгеге жетті деп сүйінші сұраған. Өткенде президент қойыңдар, халықтың көбі 50 мың теңгеге күн көріп отырғанын сендер де, мен де білеміз ғой деп тоқтау айтты. Қазақстанның басты әлеуметтік проблемасының бірегейі халықтың басым көпшілігінің кедейлігі. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өкіметке халықтың табысын арттыру бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Әрбір басқару деңгейінде кедейлікті азайтудың нақты көрсеткіштерін белгілеу керек деді президент. Дүниежүзілік банк әлемдегі кедейліктің екі шегін қарастырған. Табысы орташадан төмен елдер үшін күніне бір адамға 3,2 ақш доллары, табысы орташадан жоғары елдер үшін 5,5 ақш доллары. Ал Қазақстанда ең төменгі күн көріс деңгейі 2,8 долларды құрайды. Өмір көрсеткендей, халықтың жаппай кедейлігі мемлекетке өте қымбатқа түседі. Мысалы, кедейлік шегі деген ұғым бар. Қазақстанда биыл 25 301 теңгеден аз айлық табатын адам кедей күн кешіп жатыр деген сөз. Бұған 14-15 мың теңге әлеуметтік ақы берсе, адам толыққанды өмір сүре алады деген сөз. Ондайдың мүмкін емесін түсіну үшін математик болу қажеті жоқ. Экс-президент айтқан 2 сиыр сатып алып, жаныңды бақ деген сөз, атақты сөз биліктің халықты түсінуден қалғанын анық көрсетті. Сиырды бағу үшін жер керегі, қолда ұстау үшін жем керегі, ең бастысы оны сатып алу үшін алған кредитті қайтару керегі сол сәтте ешкімнің қаперіне кірмеді. Дуду шапалақ, қымбат залдар, әдемі әрлеу, қызыл жасыл от, салтанатты жиын, сұлу сөз. Қазір осындай жиындарды азайту мәселесі қозғалып жүр. Оның үстіне мемлекет басшысы барлық шенеуніктердің алдағы 5 жылда айлығы көтерілмейді деп тыйым салды.